Кто у нас тут? Что мы будем делать с тобой, Аиша? Фототься. Фототься? Ты будешь моей дочкой, да? Ты будешь моей девочкой? А кем ты будешь? Бізде басталайын деп жатыр. Міне менің қызым. Привет деп. Вижу. Ұқсаймыз ба? Иә. Аиша аты. Ал мына жақта кім келе ғой? Айсұлтан. Мында қара Айсұлтан. Привет деп. Бізде екшеп түсірмеді. Бәріне сәлем достар, қалайсыздар? Капец, обедке дейін ұйықтадым, ужас, бірақ ұйқым қанды. Бір кісі ояту керек болған еді, бірақ оятпады. Жаңа қыз әдемі екен, иә? Біз Абылай екеуміз кинотеатрға келдік. Ол ар жақта сет ұстамайды, мына жақтан парақсыз төлем жасап келе жатыр. Жан жағында уақыт жоқ. Қарамайды, привет дегенде жоқ. Құдай, кән 6-шы зал. Біз кеттік алын, бізді іздемеңіздер. Если что, осындамыз. Біз кірдік киноға. Кинотеатрдың іші күшті екен, маған қатты ұнады. Бірақ адам аз ішінде. Полный зал деме. Ты позабудешь про печальный боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай достар? Дайрек толып қалыпты, қандай кино деп. Мінекей осы киноның аты «Дьявол в деталях» деген кино. Көрсеңіздер болады, өте қызық, бірақ ұзақ екен. Достар, мен осы Алматыға келгеніме 1 жыл болған, бірақ метроға бірінші рет келіп тұрмын. Бірден ауыз. Неге аэропортта жүрген сияқты сезініп жатырмын өзімді. Уқтай, қандай керемет бір шетелде жүргенде жүрімше. Метроға бірінші келуім күшті жер екен. Қазір енді метроның ішіне кірген кезде түсірем. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Біз ұйқыны қандырып, ал енді қалаға шықтық шаруалармен. Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Біз эфирден шығып, мен алып кеттіңіз ғой. Болды, эфирге бармаймын. Бір жерге кетіп қалып жүрмін. Барлығымыз келдік, өзіміздің сүйікті асханамыз білесіздер, асқазанға келдік. Өз қолмен деп айтпай қойын, бірақ поварлардың қолмен жасалған бауырсақтан шай ішіп отырмыз. Қазір керемет отырыс болып жатыр. Барлықтарыңызға көп рахмет. Асқазан риза болып жатыр. Қаршы жатыр көкеміз, асқазан риза болып жатыр дейді. Балат құтты болсын, жолдарыңыз болсын. Осындай. Біздің Айгулик не обижайте. Біздің красавицамыз өзі әдемі қой, құттай бере салған. Бүгін апартсаймыз ғой. Нешеге естейсіздер? Және көп оқырмандар айтып отыр, сіз жақында күйеуге тиесіз ғой, неге алдыңыз деген сияқты. Бұл Айгуликтен маған деген естелік, құдай қаласа қызым да өсіп келіп жатыр. Көп сөкпеңіздер, енді бұл Айгулик жанынан естелік. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Уф деп бір аптан шаршаған күндерін бүгін басып, әйтеке дейін ұйықтадым, енді рұқсат берді, бүгін ғана ұйықтап алды, бұдан ұйықтамайсың деді ал. Қазір енді қалаға қайталап шықтық. Амандасыңызшы. Ассалаумалейкум. Ал, құтты болсын. Жумайсың ба? Жуамыз ғой. Ертең жуамыз. Сол қазір Алматының пробкасында. Бүгін Алланың нұры жауып жатыр екен, Нұрболаттың үйленгеніне. Сондай демалыстарыңыз сәтті өтсін, барлықтарыңыз жақсы. Менімен бірге болып күшті тілек жазатқан жандардың барлығына алғысым шексіз, көп рахмет. Бүгін жаңа сіздер сұрап жатсыздар, қайда бара жатырсың деп, біз көйлекті алған болатынбыз, жан? Сол көйлекті өткізуге келе жатырмыз.
Қазір бүгін өткізім ішінде деген айтып жатсам неше түрлі көйлектер бар. Қазір бір обзор жасап өтетін боламын. Жұмыс уақыты. Қыздар, өздеріңіздің атаулы керемет күндеріңіз ол үйлену тойы. Тұрмысқа шығатын болсаңыздар, осы жерге келіп таңдасаңыздар болады. Выбор өте көп. Мен вообще таңдауыма өте қуаныштымын. Мына жақта барлығында бар. Прям көйлектері идеальный. Бағалары да өте тиімді. Келіп қарасаңыздар болады. Айгүліктен десеңіздер, мүмкін жеңілдік болып қалады. Сол үшін келіңіздер. Өте керемет көйлектер бар. Я Малика ханым. Міне, неше түрлі көйлектер бар мына жақта. Ой. Тесілмеген жеріміз қалмады ғой. Суши, пицца, горилласы құрсын. Сорпадан басқа тамақ ішпеймін. Аман болайық, бар болайық. Қосылайық, достар. Достар, Астанаға келсек, аяғымызды жерге түсірмей, тегізбей күтіп алатын бауырлар. Көңіл-күй керемет, позитивте, в общем, ауа райы керемет екен. Или мен келгеннен кейін ауа райлар өзгеріп шыға келді. Что там, кім бар Астанада? Тартылыңдарсайшы. Достар дейсің ғой. Ассалаумағалейкум. Айтшы маған жүрегің дайын ба? Айтылар сөздердің бәрі айтылды, арғы жағын өзің ойлап пайымда. Мынау керемет екен. Қатты ұнап қалды. Баға деген осы. Бір көлік аласың, немесе үй аласың, сонымен осының артына қораға кіресің жалпы. Ең бастысы аманшылық болсын, қалғанын көре жатырмыз, е. Жұғысты болсын. В общем, бір минус таппалық, достар. Бірақ минус таптық, ол минус. В общем, міне, мына жерде бір минус бар екен, айтпесем, идеальный машина ғой жалпы. Ау! Папаң ана жақтан. Папаң машина қарауға емес, қыздар қарауға келген сияқты ғой.